Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы, қадір деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағынаны береді. Сол себепті бұл түнде адамның бір жылдық тағдыры ғана емес, ризық несібесі де жазылады. Қадір түні не істеу керек? Өкінішке қарай көбі қадір түнін жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Қадір түні мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес,